білмеймін енді, мен өзім Россияда тұрамын. Мен мына жақтың заңдарын білмейді екем. Экономикасы о жақтың көтеріледі. Қазір көп адамдарға субсидий береді, развитие молодого бизнеса сондайға. Одан кейін денсаулыққа көп ақша беріледі. Потом мына кішкентай ауру балдарға, я вижу, көп ақша беріледі. Но бәр жерде шустрый адамдар бар ғой, самое главное, олар использовать етіп, адамдар қандар қалып қалмаса болмаса екен деймін да. Бірақ та біздің халықтың сознаниясы еще коррумпированное государство мы. Біздің сознаниеміз сондай. Бәке сәке, аға тәте, анаудан пайда болса мен жүремін, мынадан пайда болмаса мынаумен жүрмеймін. Бәрі өмір сондай сатушы болып кеткен. Достық кетіп қалады. Мынадан пайда болса мынаумен жүремін, мынадан пайда болмаса мынаумен жүрмеймін. Ана қазақтың сөзі бар еді, 40 жыл байлық жоқ, 40 жыл кедей жоқ. Бәрі дүние салпарлы. Ну как? Поэтому мен сізге айтайын дегенім, чтобы поменялось все общество, надо подложку. А подложка-то старая. На колектің іш бүрмесін жөндеу керек қой, дүнияны жөндеу үшін. Самое страшное қазір кедей мен бай бөлінгенде неше түрлі сұмдық өмірге шығады. Байлықтар кедейді аямайды. Сол ақыр заманның Мұхаммед пайғамбар өлер алдында Жабраил періште кепті дейді, енді естігенім араб кісілерден. Арабияға барғанда сонда айтыпты, ақыр заманның келгенінде ең бірінші білгісі қандай болады деп. Баласы шешесін аямайды, кедей, бай кедейді аямайды, кедей жоқтылығын көтер алмайды деген. Сосын кейін 10 не болды, соған келіп жатырмыз. Адам суға сыйып, суды аямайды. Содан Мұхаммед пайғамбарға 10 затты айтып кеткен екен. Оны өзі арабтар біледі, бірақ та біздерге мынандай, енді біздей мұсылмандар, біз оны білмей отырмыз. Бірақ та сол әр заттың өзінің бір империясы болады. Үлкен империясы болады. Идет процветание империи и спада. Біздің енді қазақтың халқы енді көтеріледі. Бізге жастарды көтеру керек. Жастарға көп үлкен адамдар сұхбат айту керек. Үлкен жақсы пример болуымыз керек біздің жас балдарымызға. Жақсы пример болу керек. Ер азаматтарда, ер апаларымызда сондай. Сол кезде мына біздің жас балдар өзі сондай, біздің жас балдар өте сондай талантливый, жақсы біздің балдар. Өте қолдары ашық. Қазақтай ешкімнің қол ашық емес. Бір любой қазақтың үйіне барсаң, шытың мә ақ жол болсын деп береді ғой саған. Мә тамағың жолыңа депші. Біздің қазақтың халқы сондай жомарт, өте қол ашық, ақ жайық адамдар. Поэтому қазіргі үлкен байлық келетқанда мына балдар нетіп кетпесін де мынандай. Адасып қалмасын дегенім ғой.